Армысыздар, құрметті қазақ елі. Сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Өткен видеомызда естеріңізде болса, Путиннің Моңғолияға сапары қалай болар екен? Моңғолияның билігі халықаралық соттың талабын орындап, Путинді Улан-Батыр әуежайында тұтқындап, Гага сотына тапсыра ма, әлде көшпелі бабаларымыз сияқты қонағына қастық қылмай, арқадан қағып төрге шығарады ма? Неше түрлі болжам нұсқаларын айтып көрдік. Енді сол болжамның негізінде шындыққа айналғаны мынау. Моңғолия билігі Путинді әуежайдан салтанатты түрде күтіп алды. Осылайша Моңғолия халықаралық соттың талабын орындаудан ашық түрде бас тартты. Қонақ қойдан жуас демекші, Путин де мәз болмай қайтсын. Жол бойы келем дегенше уайымдап келген болар, кім білсін. Екі тарап Халкингол шайқасында жапондарды қуып шыққан жеңісті атап өтуге қатысты. Ресей тарапы моңғолдарға Сібір қуаты 2 құбыры салынатын болса, арзан газ жеткізу жобасын ұсынып отыр. Путин моңғолдарға жанармайдың ауадай керектігін жақсы біледі. Және оның үстіне бұл жобаның ауқымдылығы сондай, жылына 50 миллиард текше метр болатын жаңа құбыр салынатын болса, онда Еуропа ресейлік Газпромның жылына 150 миллиард текше метрден астам газ айдайтын алып жобасынан теріс айнала бастауы Кремльдің басқа жолдарды қарастыруына мәжбүрлеген болатын. Бұл Кремльдің қазынасын ойсыратып кеткендігі шындық. Яғни Еуропа Ресейдің газынан бас тартуы Кремльдің қазынасын әлдеқайда ортайтып тастады. Ал Путин болса, осы жыртығын жамау үшін Моңғолияға өз газын тыққыштап жүргелі қашан. Сыпайы қонақ сыйыңды жейді, мылжың қонақ миыңды жейді демекші. Бұл мәселені Путин тағы қозғап отыр. Алайда Моңғолия билігі өздерінің алдағы 5 жылға арналған ұлттық даму жоспарына орыстардың қолқалап отырған Сібір қуаты 2 жобасын енгізген жоқ. Кремльге тіке айтпаса да алыстан қозғай, әдеттен озбай Моңғолия қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы мүшесінің айтуынша, Кремль Қытаймен келісімге келе алмағандықтан бұл жоба ұзақ үзіліске қойылған, яғни бұл жоба паузаға қойылған. Демек, бұл жерде шешімді Кремль де, Моңғолия да қабылдай алмайды. Бұл мәселеде соңғы шешім Си төрағада. Қонағым, сен ет деме, мен кет демеймін демекші, моңғол билігі осы қарсы алғанымызға риза бол дегендей дипломатия тілімен тігісін жатқыза сөйлеп жатыр. Ал жаяу қонақ тыныш ұйықтар демекші, Путин де өзінің жағдай мәз еместігін түсініп отыр. Қысылып қымтырылып жатқан Моңғолияны одан әрі тығырыққа тірей бермейтіні анық. 3,5 миллиондай ғана халқы бар Моңғолияны қанша қинасаң да ол бәрібір Путиннің қазынасын толтырып келген Газпромның орнын алмастыра алмайтыны ақиқат. Бұл де-факто жағдай. Ол үшін 1 миллиард 400 миллион халқы бар Қытай билігінен рұқсат алу керек. Алайда Путин мойнын созып дәмесі құрып отырған бұл жобаның Пекин тарапынан келісім алатынына тіпті Моңғолия үкіметінің өзі үлкен күмәнмен қарап отыр. Сонымен не дейміз? Қонақ келсе ет қызарар, ет қызармаса бет қызарар демекші, Моңғолия билігі Путинді осы тойғанымен еліне қайтаратын шығар. Бірақ қалай дегенмен де, жаны қысылған Путин қанша жалпақтаса да, міз бақпай отырған Қытайдың әрекеті расында қорқынышты көрінеді. Қай жеңгенің ненікі дегендей, әлемде болып жатқан осынау аласапыранды үнсіз бақылап отыр. Осындай кезде атақты Наполеонның мына бір сөзі есіме түсіп кетті. Наполеон былай дейді: Қытайды оятпа. Ол оянғанда бүкіл әлем өкінеді деген еді. Мағынасын түсіндіңіздер ме осы сөздің? Қытайдың не ойлап отырғанын кім білсін?